Ассаламағалейкум. Бүгін сіздерге өте дәмді, келген қонағыңызды таң қалдырмай қоймайтын ас мәзірін даярлап көрсетемін. Ең алдымен тауықтың төс етін 300 грамм жуып тазалап, орташа етіп турап аласыздар. Кең ыдысқа саламыз да 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, шай қасықтың 1/3 бөлігі қызыл бұрыш себеміз де жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштеріміз тауық етіне толықтай жақсы сіңу үшін 1 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін қазанымызға 80 мл майды құйып қыздырамыз да тауықтың етін салып қуырамыз. 1-2 минуттай қуырып болғаннан кейін қазанның бетін жауып қалдырамыз. Тауықтың сөлі шығып қайнай бастағанда тағы 1 мәрте араластырып бір орташа пиязыңызды жартылай сақина етіп турап аласыздар да қазанға салып 1-2 минут қуырасыздар. Кейін өз қалауыңызша әсемделіп туралған картопты 500 грамм саламыз да татуына қарай тұзын, қара бұрышын себеміз. 1 шай қасық кориандр, 1 ас қасық тәтті паприканы сеуіп 3-4 минут араластырып қуырасыздар. Бұл аста міндетті түрде тауықтың төс етін емес, басқа да бөліктерін пайдалансаңыздар болады. Қуырып болғаннан кейін бетін жауып, орташа оттан сәл төменетіп басып 30 минутқа бұқтырып пісіріп аласыздар. 30 минут өткеннен кейін картопыңызды қасықтың көмегімен піскен-піспегенін тексеріп аласыздар. Егер ол оңай үгіліп жатса, асыңыз дайын деген сөз. Баршаңызға ас болсын. YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде әрдайым жаңа ас мәзірінің видеоларын қалдырмай тамашалайтын боласыздар. Баршаңызға ас болсын. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Лүпіл басу сіздерге оңай, маған еңбегім жемісі. Көп рахмет қолдауларыңызға. Аспаз анада